Міне шиемізді қайнатайын деп жатыр. Енді бұны қазір менде 7 килограмдай шие, соған 7 килограмдай шекер салдым. Бір күндей қойдым, бір түн. Енді осыны жайлап қайнатамыз. Үстіне бір кеседей су құйып жіберемін. Жақсылап араластырып, қайнатамыз. Асты күйіп кетпеу үшін жай отқа қоямыз. Өйткені қатты отқа қойсақ, бірден асты күйіп жасып қалады. Осылай қайнағанша қойып тұрамыз, араластырып. Міне біздің вареньямыз қайнап жатыр, бетіне осындай көбіктер шығады. Көбігін бәрін алып тастаймыз. Содан кейін осы вареньямызды 30 минуттай қайнатамын. Қатты қайнатпаймын, астын орташа қоямын. Өйткені қатты қайнатса шиеміз бүршіп қалады. Осы бүршпеу үшін 30 минуттай осылай қайнатамын да сөндіріп қоямын. Біздің вареньямыз 30 минуттай міне қайнады. Енді осыны суытып қоямыз әбден. Содан кейін қайтадан қайнатамыз. Осылай көбігі шыға береді. Көбігін жайлап шыққан уақытта алып тастап тұрамыз. Міне шие вареньямыз жақсылап демалып келді. Енді суыды. Енді осыны қайтадан астын ашыңқырап қойдым. Қазіргі таңда кішкене қайнатып алғаннан кейін астын қайтадан бұқтырып қоямын. Тағы да 30 минуттай қайнатып аламын. Міне шиеден жасалған біздің вареньямыз дайын болды. Керемет шықты. Ешқандай шиеміз бүршіп қалған жоқ. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Мен вареньяның шиенің тасын алған жоқпын ортасындағы. Ал сіздер енді әркімнің өзінің қалауы бойынша кейбіреулер алып жасайды, кейбіреулер алмай жасайды. Не осылай керемет варенье шығады. Міне шиеден жасалған вареньямыз дайын болды. Сіздерге де осындай керемет варенье жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайыңыз.